Кең байтақ даласы көкжиекке созылған Қазақстан ежелден түрлі халықтардың басын қосқан мекен. Тарихтың сан қилы кезеңдерінде бұл жерге тағдырдың түрлі сынақтары мен сан этнос қоныс тепті. Бүгінгі күні Қазақстан бірлігі мен татулығы жарасқан полиэтникалық қоғамның жарқын үлгісі. 1926 жылғы халық санағы Қазақстанда 86 этностың өмір сүріп жатқанын көрсетті. Қазақтар 58%, орыстар 20%, украиндар 13%. Бұл көпұлтты қоғамның қалыптасуының алғашқы кезеңі еді. 1930-дан 1933 жылдарға дейінгі ашаршылық қазақ халқын қатты күйзелтті. Миллиондаған адам қырылып, ауылдар босап қалды. Осы кезең халық санының күрт төмендеуіне және этникалық құрылымның өзгеруіне әкелді. Саяси қуғын-сүргін жылдары сан мыңдаған адам негізсіз айыпталып, атылды, жер аударылды. Бұл зұлмат Қазақстанның демографиялық әрі әлеуметтік құрылымына терең із қалдырды. 30-дан 40 жылдары Қазақстанға көптеген халықтар күштеп жер аударылды. Корейлер, немістер, поляктар, шешендер, ингуштер, Қырым татарлары барлығы да ауыр тағдырдың иелері еді. Суық вагондар, жүк пойыздары, белгісіздікпен қорқыныш. Бірақ олардың жаңа мекені қазақ жері болды. Ең қиын шақта қазақ халқы жер аударылған азаматтарды өз бауырындай қабылдады. Бір үзім нанымен бөлісті, үйінің төрінен орын берді. Міне, дәл осы адамдық үлкен жүрек халықтар достығының іргетасын қалады. Тың және тыңайған жерлерді игеру кезеңінде Қазақстанға тағы жүздеген мың жас келді. Олар өлкеге жаңа мәдени элементтер әкеліп, экономикалық дамуға серпін берді. Осылайша Қазақстан көпұлтты аймаққа айналды. Интернационализм идеясы негізінде түрлі этностар бір мектепте білім алды, бір зауытта еңбек етті, ортақ мерекелерді атап өтті. Әлеуметтік кеңістіктегі мәдени өзара ықпалдастық жаңа ұлттар достығын қалыптастырды. Бүгінде Қазақстанда 130-дан астам этнос өмір сүреді. Барлығы бір елдің болашағына қызмет етіп, мәдениеттер алуандай үйлесімде өмір сүріп келеді. Бірлік біздің басты құндылығымыз. Өткеннің ауыр сабақтары бүгінгі татулық пен ынтымақтың мәнін терең түсіндірді. Қазақстан халықтар достығының мәңгілік мекені.